Алдағы Қазақстан Республикасы парламент мәжілісі мен жергілікті мәслихаттар сайлау еліміз үшін маңызды. Ол Қазақстанның даму жоспарына тың серпін береді. Атырауда өткен ұлт жоспары мемлекеттің дамуының стратегиялық бағыттары атты саясаттанушылар мен сарапшылар форумында осы тақырып жан-жақты талқыланды. Қазақстан Республикасы президент жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты аймақтардың ұсыныс тілектерін тыңдап, сараптамалық талқылауларын ортаға салды. Мақсат өңірлерді дамыту жолындағы күрделі мәселелер мен мүмкіндіктерді қарастыру. Форумда сондай президент реформаларының кезең-кезеңмен жүзеге асырылуына назар аударылды. Бүгінгі күні әсіресе маңызы қоғамдық белсенділік. Осы институционалдық реформаларды іске асыруда арнайы заңдар қабылданып жатқан, ұйымдар құрылып жатқанын байқап отырмыз. Осыған орай қоғамның, жалпы азаматтық қоғамның белсене қатысу өте маңызды. Ертең болатын сайлаудың өзінде қатысудың соның бір көрінісі болу керек. Сарапшылар сондай-ақ жалпы азаматтық қоғам мен көпшіліктің алдағы сайлауға белсенді қатысатыны да байқалып тұр дейді. Бұл үрдіс болашақта азаматтардың ел дамуы үшін күрделі мәселелерді шешуге белсене араласатындығына негіз болмақ. Текущая избирательная кампания в регионах проходит. Еліміздің барлық аймақтарында сайлау науқаны айрықша белсенді өтіп жатыр. Атыраудағы сапарымызда да осыған анық көз жеткіздік. Сайлау алды үгіт-насихат жұмыстарына барлық саяси ұйымдар бәсекелі түрде қатысуда. Тұрғындар да кездесулерде өздерін толғандырған сауалдарын батыл қойып, президент реформаларының қалай жүзеге асырылатындығы жөнінде тұшымды жауаптар алуда. Ответственность политических партий заключается в... Саяси партиялардың жауапкершілігі ең алдымен өз сайлаушылардан оң көзқарас және олардың сауалдарына жете мән беруінде жатыр. Олар бүгін уәде берген дауыс берушілердің тілегін ертең мәжіліс мінберіне барғанда шешіп беруге жұмыс жасауы керек.